Сонымен достар, екінші бөлім бұл. Сосын достар, егер де сіздер менің YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Сосын достар, мынандай қайшы, яғни мынандай строительный қайшы, темір қиятын қайшы, тұқай қиюға жарамайды екен. Егер де қайшы алатын болсаңыздар, ауыз жағы ұзындау қайшы алғандарыңыз дұрыс. Жаңағыдай жан жануарлардың нелерінде сатылатын шығар, жаңағыдай вет аптек дей ма, қалай сондай жерлерде сатылатын шығар, базарларда ма. Мына темір қиятын қайшы жарамайды. В общем, қазір текенің тұқайын қиятын боламыз, яғни педикюр, маникюр жасайтын боламыз. Текені ұстап алам қазір. Достар, текені ұстап алдым, аяғын буып қойдым, қазір аяғын шешетін шығармын. Камераны дұрыстап қойып алам, содан кейін аяғын шешетін болам. Көріп отырғандарыңыздай, оның тұқайлары мынандай болып сынған, міне ешектей болып кеткен. Яғни ешектің тұқайындай болып кеткен. Айтатын еді ғой баяғыда, тырнағын қиышиш, анау не ешектің тұқайындай алмай деп. Сол ешектің тұқайындай болып кетті тұқайлары. Бұл менің екінші клиентім. Сонымен операциямызды бастаймыз. Әрекете. Жатакенің аузы. Бұны қазір қалай мұнаны мүйізі өте үлкен болып тұрды, ыңғайсыз болып тұрды. Ыңғайын табылмайды. Рат сен үндемей үнің шығарма. Аяқтарын кәне басыңды былай қарат. Аяқты былай салған аяқ. Екінші клиентім болғаннан кейін уже бұны сразу қиятын шығармын. Себебі жаңағы неден опыт жинадым ғой. Бірінші клиентімнен қалай қию керек екенін түсіндім. Мынаның бір жағынан тұқай жағы да сынған. Алдында жүре алмай жүрді. Кеуіп кеткен ғой. Тұқайының арасын аштық. Көрініп отыр ма екен? Басып атырмын. Омалатып. Кете екен бұлар. Шалбарым жеу жүр ғой артынан келіп. Лақ. Кетшей. Көрініп отыр ма екен? Көрініп отқан шығар. Неше минут болды екен? Сен жабырламай жат. Уже 4 минут кетіп қалды. 9 минуттай түсіретін уақытым бар. Тек қана. Телефонның памяты аз да менде. 16 гигабайттық телефон ғой. Памяті. Сосын ұзақ видео түсіре алмаймын.
Ұзақ видео түсіретін болсам қиналып қалам. Bir nesi кетті. Bir алдыңғы тұқай. Ал енді арқайын жүретін болдым. Ешкімге нең жоқ шығар. Қазір неміз қарап жүрейік. 5:34 болды. Тоқтата тұрайық видеоны. Достар, короче, менің телефонымның памятында уже 4 минут түсіретін уақыт қалды тек қана. Сондықтан да, короче, тоқтатып түсіретін болам видеоны. Короче, артқы аяғын қиып бастаймыз, тұқайын. Артқы аяғының, қойшы. Ой, мұна. Әлі бермейін деді ол. Ой, кең аузы. Қойшы. Нелерін тазалап жүрейік. Қойының арасы. Ой, мұнау қайтеді. 2 минут қалды. 2 минутымыз қалды тек қана. Ой. Достар, видеоны тоқтатам тағы да. Достар, ешқандай да айып етпейсіңіздер. Мен бұл видеоны келесі күні жалғастырып жазып отырмын. Себебі біріншіден телефонның зарядкасы өліп қалды, екіншіден телефонның памяты толып қалды. Сондықтан да тикенің тұқайын қиғанымды толық көрсете алған жоқпын. Енді бұл видеоны мен осы жерден жалғастырып жазуымның себебі, короче, мынандай темір қиятын қайшымен ешкінің тұқайын қию өте қиын екен. Себебі бұл қайшының ауыз жағы мынандай домалақ, яғни қалың. Бұл қайшының аузы ешкінің тұқайының арасына сыймайды. Сондықтан да бұл қайшымен ешкілердің тұқайын қию өте қиын болады. Мен ешкілердің тұқайын ептеп зорға бірдеңе қылып алдым әйтеуір. Егерде қайшы сатып алатын болсаңыздар, тұқай қиюға арналған арнайы қайшы сатып алғандарыңыз дұрыс. Сосын сатып алған қайшыларыңыздың ауыз сәл ұзындау болғаны жақсы. Сол кезде менің ойымша ешкінің тұқайын қиналмай өздеріңіз қия берулеріңізге болады. Ешкілердің, қойлардың тұқайын өздеріңіз ешқандай да қиналмай алай берулеріңізге болады екен. Көз қорқақ қол батыр дейді. Менде әйтеуір бірдеңе қылып, мына қайшымен ептеп бірдеңе қылдым әйтеуір. Яғни менің түсінгенім осы, темір қиятын қайшымен ешкілердің тұқайын қию қиындау болады екен. Сосын достар, егерде сіздер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сосын мен ешкінің де тұқайын алдым, оны бөлек түсірдім. Егерде ол видеоны қарамаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналымнан қараңыздар. Сосын егерде сіздерге мына видео ұнаған болса, міндетті түрде бұл видеоға лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызды осы видеоның астына жазыңыздар, яғни комментарий жазыңыздар. Бұл видеоны достарыңызға немесе тағы да басқа адамдарға әртүрлі әлеуметтік желілерде бөлісіп отырыңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.